Қайырлы күн достар. Кітап оқысам, ұйқым келеді. Қандай кітап таңдарымды білмей жүрмін. Қандай кітаптан бастасам болады деген сауалдар сіздерге таныс па? Олай болса, бүгін мен кітапхана қызметкері Татмира Самиғоллақызы кітап оқудағы тиімді лайфхактармен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Осы әдіс тәсілдерді білгеннен кейін сіздерді бұндай сұрақ мазаламайды. Ал ендеше бастаймын. Ең алдымен айтарым, блогерлердің немесе таныстарыңыздың ұсынған кітаптарын емес, тек қана өзіңізге ұнаған кітапты таңдауға дағдыланыңыз. Кітапты таңдап болған соң, ең алдымен 40 бетін оқып көріңіз. Егер де сізге ұнаса, онда ол сіздің кітабыңыз. Ал егер де ұнамаса, онда уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Одан кейін кітап оқуда да дисциплина қажет, яғни тұрақтылық. Мысалы, 200 бетті кітапты бір аптада аяқтау үшін сіздер күніне 28 беттен оқып тұрсаңыз жеткілікті. Ол үшін сіздерге тек қана 20-30 минутыңызды бөлулеріңіз қажет. Мысалы, сіздер бірінші күні 28 бет оқисыз және осылай кітапты шатысып кетпеу үшін стикермен белгілеп аласыз. Ал екінші күні 28-ге 28 бет қосқанда 56 беттен оқып тұрасыз. Сонда сіз күніне 20-30 минутыңызды арнау арқылы бір жылда 30 кітапты аяқтауға мүмкіндігіңіз бар. Әлішер Науаи, кітап ақылына ақыл сұрамайтын алтын қазына дегендей. Құрметті достар, баршаңызды кітаппен дос болуға және алтындай уақыттарыңызды кітап оқуға арнауға шақырамын. Ал енді келесі шығарылымда аудио кітаптарды қалай тиімді оқып пайдалануға болатыны жөнінде лайфхактармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Лайфхак ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.